Seni миллионер ететін 18-ші қадам. Не үшін? Сенің шығының табысынан әрдайым көп. Айына 200 мың тапсаң, шығының 300 мың. 300 мың тапсаң, осы 400 мың, 500 мыңға жетіп алайыншы. Бәріне жететін еді деп ойлайсың, бірақ 400 мың, 500 мың айлыққа жетесің, бірақ бәрібір шығының көп болып тұрады. Өйткені осы уақытқа дейін бізге ақша туралы ілім айтпаған. Мектепте, отбасыда, университетте ақшаны былай жұмсау керексің, былай табу керексің деп бізге үйретпеген. Біз тек қана өзіміздің көрген нәрсемізді қайталаймыз. Сондықтан да ақша түсе салып, мынау басы құртылмай тұрып, үй алып қояйық, машина алып қояйық деп 99% адам жасап жатқан нәрсені жасап, солардың қателігін қайталап отырамыз. Ал не үшін шығынымыз әрдайым көп болады? Өткені осы уақытқа дейін сатып алған телефонымыз, машинамыз, үйіміз әрдайым біздің қалтамыздан ақша сорып отырады. Яғни телефон аламыз, единица саламыз, сыртына чехол аламыз, зарядка аламыз, бұзылады, жүндейміз, машина аламыз, онда жүндейміз, бензин құямыз, телевизор аламыз, рассрочкасын төлейміз, холодильник аламыз. Яғни біз табысымыз көбейген сайын одан бетер шығын алып келетін нәрсеге көбейте береміз. Және ақша деген не деген сұрақ қойған кезде, біреу ол өзінің мақсатына жеткізетін инструмент дейді, біреу энергия дейді. Шын мәнісінде миллионерлерде ақшаның бірақ функциясы бар. Ол идеалды жұмысшы. Ақшаны ақша алып келетін нәрсеге жұмсайды. Және ол ауырып қалмайды, демалыс сұрамайды, тойға сұранбайды, басы ауырмайды. Осы философияны олар ұстанады. Сондықтан да ақша философиясын, ақшаны бар кезде ақша алып келетін нәрсеге жұмсаңыздар. Ақшаңыз жоқ болса, сізді одан бетер кәсаққа кіргізе беретін рассрочкаға, кредитке ілінбеңіздер. Жұрттан ұят болады, анау болады, мынау болады деп қадалмаңыздар. Кедейлерге көмектескің келсе, оның ең керемет жолы солардың бірі болма дейді. Ертең көрсеміз.